жаңа үйге обзорды жасайтын боламыз. Ол мен осы жаңа ғана істеп біткен үйім хай-тек стилінде 3 қабаттан тұрады. Мынау бассейні сыртта. Міне. Мынау сыртта бассейні тұр. Ал екінші этажға көтерілетін жері. Міне бәрін көріп алыңыздар. Мынау балконы. Міне мына шеті. Ал төменге түсетін, бірінші этажға түсетін жері. Бір бөлме әйтеуір. Әдемі келтірген. Неқа шкаф істеуге болады. Мынау туалетхана. Төбеге көтерілістер да. Міне мына шетте 3-ші қабат. Бәрі хай-тек стилінде жасалған. Мынау бір зона отдыха. Кайфовать хочу, кайфовать деп отырасың, короче. Енді сыртынан бір көрсетіп шығайын сіздерге. Міне. Бәрін сыртынан бір көрсетіп шығайын. Бар болғаны мен істеп отқаныма бір сағаттай кетті. Ажы бір сағат емес, жарты сағат кетті. Осындай тропический блоктармен. Енді үлкен үйда, бірақ обзор кішкентай болып қалды. Неше минут уже? 1,5 минут болды. Енді созуға тырысамын мен, қысқаша айта кетейін. Мен бұны типичный Стив деген бір орыстың каналынан алып жасадым. Міне төбесінен қара жеріңіздер. Освещение керек болды төбедегілер. Енді бұл 1.16 версиясында жасалады. Қалған төмен версияларда бұл үй жасалмайды. Өйткені мынандай искаженный дуб дейді ғой. Бұл тозақтың обновлениесінде ғана болады 1.16-дағы. 1.15, 1.14-терде бұл болмайды. Сондықтан тек 1.16-да ғана болады. Енді мен арнама тіркеліп лайк басып, қазақ тілді арнаның өркендеуіне, яғни дамуына, қазақ тілінің дамуына YouTube'дағы өз үлестеріңізді қосып, маған арнама тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Наурыздарыңыз құтты болсын. Тағы да мен ана шеттерді көрсетіп шығайын тағы. Енді өте үлкен үй сияқты да, бірақ обзор кішкентай болып қалды. Жарайды, сізден бірге болған мен Гопник, аман сау болыңыздар. Наурызға жете беріп, әрқашан күліп ойнап жүре берейік. Қош сау болыңыздар.